Қыстың қамын жазда ойла демекші, мен әдеттегідей сіздерге өріктен варенье жауып көрсетемін. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көрсеңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге өрік вареньесін жауып көрсетемін. Сондықтан барынша қолдап тіркеліп кетсеңіздер. Мына жерде менде 4 килограмм өрік, яғни сүйегінен ажыратылғаннан кейін 4 килограмм шықты. Оған мен 2 килограмм қант қосамын. Енді қайнататын ыдысымызға осы өрігіміздің барлығын салып жібермейміз, екіге бөліп салатын боламын. Енді осының үстінен қазір қантымызды саламыз. Қантымызды да барынша бірден салып жібермейміз, онда осы бүкіл жеріне осы өрігіміздің тигізіп саламыз. Енді осы қантымызды саламыз үстінен, содан соң барып қалған өрігімізді салып жібереміз. Ал сіздер өрік вареньесін қалай жабасыздар? Негізінде әркім әртүрлі жабады. Мысалы, енді мен осы рецептпен қазір уже 10 жылдай болды, осылай жауып жүрмін. Енді үстінен қалған өрігімізді салдық, тегістеп, содан соң барып қалған қантымызды тегістеп салып, енді 8 сағатқа қойып қоямыз. Енді қантымыз сіңіп, суы шығу керек. Мен бұл вареньеге ешқандай да су құймаймын. Міне осылай қантымызды тегістеп, бетін жауып 8 сағатқа қоямыз. Менде 8 сағат емес, бір күн тұрды. Енді қарап тұрсаңыздар, міне ешқандай да су құйған жоқпын. Өзінің қанты еріп, өріктің суы шығып, өте керемет болды. Енді бөлек ыдысымызға тағы да осы өрігімізді салып қайнататын боламыз. Мен ыдысыма қайнатпаған себебім, түбі кәдімгідей алатын болғаннан кейін бөлек жаңа ыдысымызға құйып алдым. Ал сіздер жаңағы салған ыдыстарыңызға қайната берсеңіздер болады. Міне дәл осылай суы шығу керек, өте керемет. Енді қазір дәл осы рецепт бойынша сіздерге жауып көруге кеңес беремін. Ал енді газымызға қоямыз, астын жай отта қайнатамыз міндетті түрде қыздар, себебі қанты астына жармасып түбін алатындай болса, сіздердің вареньелеріңіз жаман болып кетеді. Сондықтан абайлап, мұқият осы қарап отырыңыздар. Міне бір қайнап шықты, енді үстіндегі осылай ақ көбіктерін алып тастаймыз. Ақ көбіктерін алып тастағаннан кейін мен бір 10 минуттай қайнатамын. Сонан соң барып астын сөндіріп қоямын. Толық мұздағаннан кейін барып, тағы да осы вареньемізді бір 20 минут қайнататын боламыз. Міне вареньеміздің астын сөндірдік. Енді толығымен мұздауы керек. Енді мен жаңағы өріктің ішіндегі сүйегінің дәнектерін алып, тағы да бір 20 минут қайнататын боламын. Міндетті түрде алдын ала банкілерімізді парлап қайнатып аламыз. Енді мен сынған дәнектерді қосқан жоқпын. Енді осы дәнектеріміз менде 200 граммдай шықты. Енді салып тағы да бір 20 минут қайнатып аламын. Енді дәнектерімізді бір араластырып жіберіп, қайнатуға жібереміз. Негізінде көбі осы ішіндегі өрігін алып тастап, бөлек қайнатып алады дәнектерін, ал мен олай қылған жоқпын. Осы оңай жолмен тез дайындап аламын. Міне вареньеміз дайын, өте сұйық та емес, өте қою да емес, өте күшті болып шықты. Енді дайын банкілерімізге салып, крышкаларымызды жауа берсек болады. Міне мен банкілерімді парлап алдын ала қайнатып алғанмын, тазалап. Бір банкімді мен міндетті түрде 10 минут қайнатамын. Енді әркім әрқалай. Мен себебі қорқамын атылып кетуден, сондықтан барынша мұқият осы 10 минут қайнатып аламын. Ал крышкаларына келсек, тек қана оларды қайнап тұрған ыстық суға салып қоямын, содан соң барып жауып ала беремін осылай. Енді банкімізді жан-жағын тазалап, аққан вареньелерін бір сүртіп алып, дайын крышкамызды қойып жауып ала береміз.
банкімді осылай шайнегімнің үстіне қойып аламын, ал мына крышкаларымызды бір қайнатамын, болды, сөндіріп қоямын. Немесе кәдімгідей қайнап тұрған суға салып қойсаңыздар да болады. Міне банкіміз дайын, үстінен осылай крышкамызды қойып закривашкамен жауып ала береміз. Міндетті түрде дәл осылай сіздерге жауып көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп үлгермесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, қолдап жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар. Бірінші 1 литрлік банкіме салып алдым, осылай жауып, енді 2 литрлік банкілерімізге салып жауып алатын боламыз. Мен осындай вареньелерді 2 литрлік банкіге жабуға әрекет жасаймын. Себебі осындай компоттарды, соктарды осындай 2 литрлік банкіге, ал икраларды, ащыларды 1 литрлік, жарты литрлік банкіге жабамын. Ал банкіміз дайын болды, салып алдық. Закривашкамен бір айналдырып жауып ала береміз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде қыздар осы рецептпен жауып көруге кеңес беремін. Мен банкілерімді жапқаннан кейін үстіне ешқандай да жаппаймын. Дәл осылай төңкеріп қоямын, болды. Тұра береді, ол атылмайды. Аллаға шүкір, сіздер де осылай жапсаңыздар атылмайды, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде су құюдың қажеті жоқ. Ең жаңағы маңыздысы үстіне қантты салып 8 сағатқа немесе 1 түнге қойсаңыздар, өзінің суымен қайнап осындай қоймалжың әдемі варенье болып шығады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.